Менің арнама қош келдіңіздер. Бұл бауырсақтың киносы аттарына. Көпшіліктің сұрауы бойынша головоломка деген мультиктің бірінші бөлімін аударатын боламын. Ал сіздер қолдап лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ендеше бастайық. Мультиктің басы бір керемет музыкамен басталады. Мұнда Райли деген бір қыз дүниеге келіп жатыр екен. Және бізге ең алғашқы болып қуаныш деген эмоция келеді. Оның міндеті Райлидің өмірін қызыққа бөлеу. Райлидің өміріне қауіп төнбеуін қорқыныш қадағалайды. Ал тамақтарды саралап, Райлиді брокколиден қорғап отыратын жиіркеніш. Ал бұл ашу, оның нервісі қозған адам. Ал бұл мұң. Қуаныштың ойынша, бұл эмоция көп керек жоқ. Өйткені тек бәрін мешет еткізеді. Кейін бізді естеліктерді сақтайтын қоймамен таныстырады. Бұл хоккей аралы, құтыру аралы, достық аралы, шындық айту аралы және отбасы аралы. Бұлар болмаса Райли болмайды екен. Былай алғанда Райли аның өмірін сүріп жүреді. Бірақ бір кезде кайфтың бәрі үй сатылғаннан кейін аяқталады. Ой, бәлә! Уақыттарыңыз бітті аға. Ой, бәлә! Сөйтіп тау асып, көл кешіп жаңа үйіне жетеді. Жаңа үйін көргенде Ой, бәлә! бірақ фантазиясымен бәрін түзеп аламын деп төменге түсіп мама папасымен хоккей ойнап жатқанда әкесіне шұғыл жұмысқа шақыртып келіп кетіп қалады. Кейін мамасымен бірге пицца жеуге барады. Бірақ Райлиге брокколи ұнамағандықтан үйге көңілі түсіп қайтады. Қуаныш мұңға брат по-братски кітап оқышы, онсыз да көмегін көп дейді кетіп қалады. Басқаратын жердің бәрі осындай болып жатыр екен. Кейін Қуаныш бәрі жақсы, уайымдамаңдар, қазір-ақ түзеп аламыз дейді. Дәл сол кезде Райлидің мамасы келіп, папаң онсыз да шаршап жүр, күліп жүрейік деп келіседі. Сөйтіп Райли ұйқыға кетеді. Түсі нормально басталып жаман бітеді. Датаба тышқан өліп, аю сөйлеп пицца қозғалады. Қуаныш ол түсті алып, орнына құттайында болған естелікті салып, бәрін дұрыстайды. Таңертең Райли ботқа жеп мектепке дайындалады. Қуаныш барлығына жұмыс тапсырады. Ең қиыны мұңға тапсырылады. Сөйтіп Райли маймыл болады да сабаққа кетеді. Класын көріп кілең байдың балдары қолын өтіп таңғалады. Апай тұрғызып өзін таныстыруын сұрайды. Кейін Райли хоккейді мықты ойнаймын, анау-мынау деп мақтанып тұрғанда жылауық келіп бәрін бүлдіріп Райлиді жылатады. Сөйтіп бәрі шашылады, одан жинайды, бірдеңе болады да Қуаныш пен мұңды құбыржытып алады. Балаларды қарашы, аштан өлген. Түрін қарашы, аштан өлген сияқты. Онда Қуаныш пен мұң ескі естеліктер қоймасынан пайда болып план құрады. Яғни Қуанышты бас бөлімге жіберу. Ал мұнда болса барлық Райлидің аралдары қарайып кетті. Сөйтіп Райли отбасымен тамақ ішіп отырады. Мамасы мықты хоккей клубы бар, қатысасың ба деп ұсыныс жасайды. Ал Райли дейді деп қояды. Сөйтіп мамасымен де папасымен де бір қырылып алады. Кейін папасы бөлмеге кет деп қуып жібереді. Так, в комнату! Марш! Кейін папасы келіп кешірім сұрайды. Тіпті мына тұрған маймыл сынып, Қуаныштың жағдайы одан сайын қиындайды. Және маймылдың естеліктерін Қуаныш есіне алады. Кейін кері жолға шығады, бірақ тіке жол таба алмағандықтан мына жолмен кетуге тура келеді. Ашу бар күшін салып достық аралын жойып жібереді. Кейін Қуаныш бір шошқамен кездеседі. Сөйтіп жолда олар бұрынғы қызық сәттерін айтып бір қуанып қалады. Жолда аяғын ұрып, жылап көзімен конфет алады. Сөйтіп жолда олар бұрынғы қызықтарын, кейін өзінің сумкасын Қуанышқа беріп бір қуантады. Олар пойызды көреді, кейін қауіпті деген жазуды қысқа жол деп оқып кетіп қалады. Вот, опасное, короткий путь. Ну все, я пошел. Посмотрите на меня. Ал Райли тамағын жеп қоймасын деп бөлек отырады. Жаңа қауіпсіз деген есікті жауып кетеді. Есік жабылғасы барлығы фигураға айналып кетеді. Бірақ әрең дегенде сызыққа айналып үшеу шығады. Бірақ ол кезде пойыз кетіп қалыпты. Мына шошқа тағы да қысқа жол бар, соны көрсетейін деп алып кетеді. Сөйтіп суықты да, лаваны да кешіп ойлар әлемінен шығады. Ал мына жақта Райли хоккейден жарысқа келіп, бірақ Қуаныш болмағансын дұрыс ойнай алмайды. Және бір жермен сүйісіп алып, және жынданып айқайласып кетіп қалады. Сөйтіп хоккей елде сынады. Кейін шошқаның ракетасын сындырып тастайды. Осыны көтере алмай бір жылап қалады. Дәл сол кезде пойыз келіп, барлығы жағаласып отырып алады. Ал Райли есікті соғып ашып үйге жынданып кетеді. Эмоциялар не істейміз деп бастары қатып отырғанда мұң қашып кетейін десе де болмай қалды. Ашу ұйықтайық, ертең ойланамыз дейді де Райлиді ұйықтатады. Райли ұйықтағанның кесірінен пойыз жүрмейді екен. Сол үшін оны біртүрлі түс көрсетіп оятпақ болады. Бірақ соңында Бинго-Бонгоны түрмеге қамап тастайды. Кейін оны құтқарамын деп Қуаныш пен жылауық та ішке кіреді. Сөйтсе мына шошқаны бір нән клоунға қамап қойыпты. Кейін олар клоунды оятып, өздері қашып кетеді.
циклон түс болып жатқан жерге кіріп келгенде Райли Мұны метеоритна шешін. Мұны. Бірінші көрттің метеоритна шешін. дейді ғой, короче. Райли оянғасын қуанышпен жылауық пойызға отырып кері жолға шығады. Ал ашыл тұрып үйден қашып маханнан ақша ұрлайық деп автобусқа билет сатып алады. Көзі бірден сумкаға түсіп, Райли мамасының сумкасынан Каспий картошканы алып кетіп қалады. Осының кесірінен шындық аралып қойды және пойыздың жолы сынып қалады. Тек соңғы амал отбасы аралар. Бірақ ол да қирап жатады. Қуаныш мұңды тастап өзі құбыр арқылы көтерілейін дегенде ол да сынып қараңғы жерге құлайды. Сөйтіп Бинго-Бонго бұл жерден ешкім тірі шықпаған, біз де шықпаймыз деп тұрғанда Қуаныш өлең айтып ракета шақырады және сонымен төбеге көтеріледі. Бірақ Ура! Бинго-бонго! Бинго-бонго! Получилось! Не стой! Беги, спасай Райли! өкінішті, иә. Бірақ бірдеңке жасап қол жеткізу құрбандықсыз болмайды. Ата-анасы жұмыстан келіп үйіне кірсе, Райлидің кетіп қалғанын түсінеді. Не қоңырауларға да жауап бермей, автобусқа мініп кетеді. Оны тіпті эмоциялардың өзі тоқтата алмады. Кейін Қуаныш мына балдардың мыңын жасап сөмкесіне салады. Ал мыңды бұлтқа мінгізіп ұшырып жібереді де, бисмиллах деп құлап мыңды алып кетіп стенамен бір сүйісіп алады. Кейін оны сындыру үшін жеркеніш ашуды жындандырып отын айнаға беттейді. Скажи, что делать? Я-то скажу, но ты же такой тупой, что не осмыслишь. Что? А то, что ты не... Кейін айнаны жағып, Қуаныш пен мыңды кіргізеді. Қуаныш қазір оған тек қана мың керек деп мыңды жібереді және оның қолынан келеді. Кейін Райли автобусты тоқтатып, ата-анасынан кешірім сұрайды. Және барлық естеліктерді Қуаныш мыңға беріп, екеуі бірге Райлиді құтқарады. Кейін хоккей залына барып өз өнерін көрсетеді және бұрынғыдай өмірін бастайды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін өте оңай іс. Ал мен үшін бір апта еңбек.